Қазақ әншілер де әр жылы барып бағын сынап көрсе де, жаңа толқынның биік шыңын бағындыра алмады. Көре алмайды ма әлде қазақ әншісін лайық деп таппайды ма? Әйтеуір бұл байқаудан тауымыз шағылып қайтады. Жаңа толқын, оның аты бар ғой, жаңа толқын. Жаңалық енгізу керек. Бізде талантты қыздарымыз да барып жатыр. Талантты ұлдарымыз да, бауырларымыз да барып жатты. Бірақ білмедім неліктен. Маған бұл сұраққа жауап беру қиынырақ. Жаңалық ашу керек шығар. Мүмкін арқалы болу шығар, жігер жетпеген шығар. Мүмкін әдемі дауыс былай ол жерде бір айтып отырмын ғой, әр елдің өзінің менталитеті болады, өзінің жаңағы мінезі болады. Ол жерде ол Прибалт елі. Прибалт елінде болып жатқан Игорь Крутойдың жаңағы талабы басқа шығар, жюрилердің талабы басқа шығар. Арқалы әншілер бізде аздау, өкінішке орай. Арқалы әншілер. Ол мінезді әншілер. Бәрі әпедемі, нәзік, әдемі дауысты, сымбатты келген ол дауыстылар жетіп жатыр. Мінез дегендер. Мінезді әншінің дередім мен қарындасымдың Жанар Дугалова айтар едім. Мінезді әнші болып, мінезді әнімен, мүмкін ол мінезді әншілер біздің менталитетке келмейтін шығар, мінезімізге келмейтін шығар. Ал басқа жақта ұнайды мысалы. Негізі әр конкурстың өзі, Россияда болсын, Украина болсын, біздің ол кішкене өзінің политикалық нұсқасын қосады деп ойлаймын. Сондықтан әрине қазақтың әншісі барып тұрып, Россияға барып, соны бірінші орды бере салады деген әрине бәрімізге белгілі бере салмайды. Өйткені олар өздерінің әншілерін мақтан тұтқысы келеді. Сондықтан менің ойымша бұл жерде тек қана сол политикалық нәрсе бар деп ойлаймын. Негізінде Евробайқау ол Димаш үшін ондай қатты дәреже емес сияқты менің ойымша. Тек қана халық популяризация болу үшін мүмкін керек шығар, бірақ та Евровидение ол жерде ондай дауысы бар, жақсы кәдімгідей вокалист естіген жоқпын мен ол жерде. Көбінесе сол политикалық жақтан ол жерде көрінеді көбінесе. Димаш Құдайбергенов бүгінде күллі әлемді аузына қаратып отыр. Қытайдың «Мен әншімін» байқауы Димаш үшін сәтті басталды. Ал Димаш Құдайбергенов жайлы оның өнердегі әріптестеріне айтады. Қазір ел ішінде барлығы да Димаштың қадіріне жетпеді. Енді бәріне керек болып қалды деген пікір айтылады. Шын мәнінде Димаштың өзінің көрермені бар. Біз ірі концерттерде кездесіп жүрдік. Мәселен, поп-музыка, халықтық музыка, опера әншілерінің басын қосатын салмақты концерттерге қатысқанбыз. Меніңше Димаш қажет кезде, керек жерден табылды. Бұл өте маңызды қадам. Ол өте талантты, оған шүбә келтіруге болмас. Ол миллиардтаған халқы бар Қытайды бағындырды. Меніңше, ол дұрыс қадам жас. Егер ол аталмыш байқауға бармаса, онда жабық шараларда шектеулі адамға ғана өз өнерін көрсететін еді. Ал қазір оны әлем таниды. Оған тек қана жетістік, сәттілік тілеймін. Димаш қазақ халқын әлемге танытты. Оның ерекше даусына тәнті болмаған адам аз. Алайда дәл Димаш сияқты топ жарып, елді елең еткізетін өнерпаздар бар ма? Ендігі байқауға кімді аттандыруға болады? Димаштан басқа жас әншілер көп. Қазақстанда осында шыққан бір аттарын қазір атамай-ақ қояйын, бір 2-3 әншілер, халықаралық дәрежедегі әншілер жоқ емес болды. Бірақ олардың жаңағы қазір экраннан жоғалып кетіп жатты. Өздеріне продюсер таппай жатты ма, келіспей жатыр ма, келісім шарттар ойларынан шықпай жатыр ма, білмеймін неліктен екенін. Не қарап ет басып қалатындарын түсінбей қалам енді. Тек қана бізде осылай қалыптасып қалған. Егер өз күшіңмен шетелде барып, басқа байқауларға барып, жеңіп қайтсаң ғана сен өз еліңде құрметтісің, бағалысың. Егер осы жерде жүріп, неге бағаланбай біздің жаңағы продюсерлеріміз соларды жетелемей қалады екен, қалталы азаматтар неге итермелемей қолдамайды екен деген сұрақ барлығымызға туындамайды емес, туындайды. Жас жігіттер мысалы жаңа рингалар болсын, орда тобы,
жас буында мына мысалы Сырымтай Еңсепов, тағы да азаматтар, жігіттер, қыздар бар. Я хочу сказать, что в нашей стране много... Біздің елімізде кез келген байқауға қатыса алатын талантты адамдар аз емес. Оларды дұрыс дайындау керек. Халықтың абыройын асқақтатып, байқауда ұятқа қалмас үшін талантты, креативті, шын мәнінде өнерлі адамдарды жіберген жөн. Әрине, Димаштан басқа енді бізде әнші қыздарымыз, ұлдарымыз өте көп. Сондықтан енді оны көрмей жатқандарымыз да бар шығар. Ол таланттар енді әрине уақыт көрсетеді. Үлкен конкурстарға қатысу үшін енді үлкен тәжірибе керек. Сондықтан алдағы уақытта жарық жұлдыздар елімізді көрсетуге, дамытуға көп үлестерін қосады деп ойлаймын. Рас, байқауға қатысу үшін бойда талант пен тәжірибе болған жөн. Димаштай дара дауыс иелері әлемді аузына қаратып, қазақ ұлтының мәртебесі